Армысыздар, құрметті қазақстандықтар. Мына коттеджный город берекесіз береке деп ат қойып қойдым мен өзім. Біздің Талдықорған қаласының бір бетке ұстар қалашығы болу керек еді шын мәнінде. Бірақ Баталов мырзаның арқасында бұл біздің ең бір берекесіз сондай бір қаланың бір шеті болып қалды. Осыда қанша ақша желініп кетті, білесіздер ме? Мені кезінде қылмыскер қылып көрсетіп, мен қылмыскер деп еді. Қазір енді сол Баталов мырзаға айтатыным, сіз ба, мен ба қылмыскер? Қазір енді мына үйдің басы қасындағы, мен өзім бірінші мамандығым эколог. Мен сіздерге әрбір үйден қанша ақша адамның мына көмейінен өтіп кетті, Қараңыздар, Талдықорған қаласында қазір қаншама көп балалы аналарымыз мінекей зардап шегіп жатыр. Мінекей қараңыздар. Міне салынған үйлердің сапасы осындай, мына фундамент дейміз ғой, мына негізі, үйдің негізі осындай. Мінекей ашып көрсетсе міне болады. Осы су ағып, міне қараңыздар, міне қолмен ақ бүйтіп бұзып тастауға болады да, мына үйді қараңызшы. Осындай үйді Баталов мырза біздің көп балалы аналарымызға қиып беріп кетті. Рахмет айту керек Баталов мырзаға. Міне қараңыздар, міне осыған қаншама миллиард мемлекеттің қаражаты кетті. Қараңыздар, есіктердің сапасын қараңыздар. Міне миллиардтаған жеп қойған. Ал енді осы үйдің сапасы мына бүкіл Талдықорған халқы көріп білсін, қаншама ақша желініп кеткенін білсін, кімдер жеп қойғанын білсін. Шын мәнінде қылмыскерлер қайда отырғанын білейік та енді. Сол жігіттердің бәрі күні бүгінге шейін арасындағы осы құрылысқа араласқан азаматтардың барлығы жазасыз қалып қойып жатыр. Себебі олардың кінәсі дәлелденбеген екен. Енді қараңыздар. Мінекей қараңыздаршы. Үйдің сапасы, міне қағаз құр. Мына қараңыз, міне құр қағаз. Ал енді қазір кінәрат қай жерде жатыр? Неге үй суық? Неге қазір көп балалы аналарымыз шырылдап, осы үйді алған адамдардың барлығы зардап шегіп жатыр? Қазір көретін боласыздар. Білікті мамандар бар осы салада. Біз арнайы сол мамандарды шақырып сіздерге қазір түсіндіріп береміз. Неге полдарыңыз суық? Неге төбелеріңізден су ағып жатыр? Неліктен осы үйлерде адамдардың берекесі неге береке коттедждік қалашығында неге берекесі жоқ үйлер салынғанын қазір көресіздер. Мына жерде міне мықты бір белді специалист дейміз ғой, маман бар. Асхат деген азамат Алматыдан келген, арнайы осындай үйлерді салудағы сапасын анықтайтын мықты сарапшылардың бірі. Ал енді маған айтып беріңізші, мына полдың заңсыз дүниесі неде? Оның астында жаңағы басқалай слой деген бетонмен 5 сантиметр болу керек, полный бірінші этаж. Содан кейін керамзит болу керек 10 сантиметр. Толстой. Содан кейін стяжка қазір фактически жоқ. Құр үстінен жаңағы стяжка құя салған ғой ол. Стяжка 1,5 сантиметр ғана. 1,5 сантиметр, міне қараңыздар. Міне 1,5 сантиметр болды. На самом деле керамзит бетон болу керек, дұрыс па? Керамзит жоқ. Керамзит мүлдем жоқ, мұнда? Керамзит жоқ, бетон жоқ. Астында бетон жоқ. Келіңіз енді. Мына жерден де кеп қаздық жаңа. Мінекей. Бұл жерде де осы әңгіме міне. Мінекей. Мінекей. Эксперттер сатып алыңыздар енді, осы үйді салған жалған адамдар. Осындай эксперттер сатып алып, қазір сапасы жақсы деп шығарыңыздар. Міне, нағыз қалай, мінекей. Топырақ. Қалай болу керек? Асты түгел топырақ, негізі керамзит бетон болу керек асында, мінекей. Қазір енді басқа жақтағы кемшіліктерін көреміз, халық білу керек. Неге зардап шегіп жатқан? Мінекей, мына отмостканың өзі 15 сантиметрдей болу керек екен, мінекей. Астында шебен болу керек. Қазірші анау шебен емес, топырақ екенін көрсін халық. Міне, таза топырақ. Ешқандай шебен жоқ. Қанша ақша жеп қойдыңыздар, ойбай, қанша ақша. Мына жерде қараңыздар. Міне, осы халықтың ырыздығын жеген адамдар мен білмеймін. Ұятта жоқ, арда жоқ. Асты шебен тымақ, міне таза сары топырақ. Мінекей, содан кейін халық тоңады, содан кейін
аяқтарынан сыз өтеді. Содан кейін мына жерде мінекей су ағады төбеден. Содан кейін асты сыз, полдың бәрі сыз, жаңағы әрбір бұрыштарыңыз көк басып мінекей жатқаны себебі осы. Потолоктарда мансардтың потологы жай ағаштармен қағыласаған негізі. Шын мәнінде дощатый настил деген 3 сантиметрлік мықты еденге қағылатын ағаштар қағылу керек екен. Олардың міне біреуі жоқ. Еден сияқты. Еден сияқты болу керек екен. Мына жерде қараңыздар, неге төбеден су ағып, неге суық болатыны осыдан белгілі. Міне мынадан кейін қараңыз, әрбір ПР сетка, мына әрбір екі қатардың ортасында армированный кәдімгі сетка не болу керек екен. ПР5 дейді. БР5 дейді. Цельный круговой жаңа қоршау болу керек екен. Каждый получается 2 ряд бойынша, дұрыс па? Ана жерде міне жоқ. Бірден осылай қалай берген. Сондықтан да мына үйдің өзі, мына былай айтқан кезде өмірге қауіпті бұл жерде өмір сүру. Өйткені бұның жаңағы үйдің тұрақтылығына негіз болатын материалдар ортасына қосылмаған. Сондықтан төбесінен су ағып, сондықтан үйлердің бәрі көгеріп, халықтың зардап шегіп жатыр. Оның ішінде 150 коттедж мүлдем салынбай жаңағы бастаусыз қалған. Соның ақшасын кім жеп қойғанын бұлар анықтай алмай жатқан мыс, халықты алдап жатқан мыс. Осының артында кім тұрған бәріміз де біліп тұрмыз ғой, ағайындар. Бірақ зерттеп айтатын адам жоқ, себебі ақшаны бірге жеген. Содан кейін қайтып ашады бірінің артын, бірі. Крышаның қай жерінде ақау бар аға? Карнизный настил деген нәрсе жоқ, е? Канковый настил жоқ. Жоқ. Осындай міне жай жұқа қаңылтырмен жабасағандықтан адамдар мінекей зардап шегіп жатыр. Талдықорған қаласының берекесі жоқ, береке коттедж қалашығы. Бірақ берекесі жоқ, себебі ақшаның бәрін жеп қойып, осындай бір жұқа қаңылтырдан, жұқа қағаздан салынған үйлерге адамдарды кіргізіп қойды. Мәз қылып осыған риза болыңдар деп. Қалған ақшаның бәрін қалтасына жеп алған азаматтар жауаптан жалтарып жатқан күні бүгінге шейін осындай дүниені ешкім ашып көрсете алмай жатырды. Зерттеп, қаншама дүние, қаншама халықтың ақшасы игілікке жұмсалмай, барлығы мінекей осындай үйлер қаңырап тұр. Осыны зерттеп, осыған жауапты адамдар басымен, мойнымен көтеріп кететін азаматтар бар ма, жоқ па? Құрметті 4-я власть инфо көрермендері, құрметті талдықорғандықтар, қазақстандықтар, бізде осы қазақтарда бар ғой, бір нәрсені түсінбейді, сол мемлекеттік органдар осы қылмысты ашпай жатқанның алдында артында үлкен сатқындық тұр, және қосарса бірге сыбайлас жемқорлық тұр. Бірақ соны мойындамаймыз біз. Міне коттеджный городокта салынып жатқан осындай бір берекесі дүниенің артында қанша халықтың ақысы кетіп жатқанын неге шығарғысы келмейді органдар, неге? Осыны технадзор қайда қарады? Осы қаншама мың заң бұзушылық тұр. Сапасыз дүниеден салынған қаншама халықтың өміріне қауіп төніп тұр, ағайындар, Осы қатты бір жер сілкінісі болмаса, қатты бір дүние болса, осы қағаздан салынған үйлеріне құламайтынына кім кепіл? Сонша адам қырылып қалмайтынына кім кепіл? Неге біз өзіміздің қазақтарды өзіміз осындай өлімге душар қылып жатырмыз? Неге біздер осы бір көмейден өтіп кеткен ақша үшін халықтың өмірін ойыншық қыламыз? Осы дүние маған ұнамайды. Баталық мырза, мені қылмыскер қылып шығардыңыз ғой. 7 жыл бойы мен сізбен осы істі 1 миллион теңге сұрады деп айтқансыз ба? Балқаш қызы Дина менен 1 миллион теңге сұратпын мен сізден. 1 миллион доллар ма құрсын білмеймін. Қандай сома айтылған? Әбден ана ақшамен шешіп үйреніп қалғансыздар ғой сіздерше. Бәрін адамның тағдырында ақшаға бағалап үйреніп қалғансыздар. Сіздерде ар ұят болса, намыс болса, сіздерде қазақтың қанында болатын, тектілік болатын болса, сіздер осындай дүниені жасамас едіңіздер. Осыншама халықтың ақысын жемес едіңіздер. Осынша үйлер қаңырап тұрмас еді. Осынша аналарымыз, жетімдеріміз жыламас еді. Талдықорған қаласы жақсы бір көркейіп кететіндей мүмкіндік болып еді ғой сіздерде. Сіздердің қолдарыңызда билікте болды, ақшада болды, сенімде болды ғой халықтың. Неге соның бәрін аяқ асты қылдыңыздар? Неге? Неге 16 жылы мені ғана жынды қылып, менді ғана осындай халық жауы қылып қойдыңыздар? Ер азаматтар жеген ақшасын сол кезде неге жауап берулеріңіз келмеді?
Себебі Дина сияқты каждое отпущение болды, дұрыс па? Ал енді Аллахтың қалауымен осының барлығы қазір ашылады деп ойлаймын. Мен Тоқаев мырзаның жаңа Қазақстанына сенгендіктен осы айыптарды ашып сіздерге көрсетіп жатырмын, Бұл жерде менің ақым баяғыда желініп кеткен. Менің өмірімді, менің тағдырымды баяғыда аяқ асты қылып тастаған. Бірақ сонша халықтың ақысын неге жегізіп қоямыз? Неге бұл кісілер заң алдында кінәлі боп, сол халықтың ақысын жеп қойған адамдардың барлығы неменеге қазір шалқасынан түсіп, мен жаңағы зейнеткермін деп көкірегін керіп, қаншама бизнесі бар Алматыда, қаншама дүниені жеп қойып, сонда осылай талтаңдап жүре береді ме? Неге прокуратура осыған жол беріп қойған? Неге технадзор осыны үйлердің бәрін салғызып, заңға қайшы шығып? Неге осының бәрін талтаңдатқызып қойған? Неге комитет национальной безопасности үндемей жатыр? Неге антикоррупционный службамыз үндемей жатыр? Бір қарапайым қазақ жай бір қой ұрласа өмір бақи соттап жібересіңдер ғой. Неге миллиардтаған халықтың ақысы қараусыз қалып жатыр? Неге? Неге мен ғана жынды болып ерім керек? Сіздер барлықтарыңыз погон киіп алып, бір-бірің артынан жүріп, соғылып, бәленбай миллион халықтың қаражатынан жалақы алып отырып ай сайын солардың ақысын жегізіп қоясыздар. Неге?